Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика 95-ші сабақ. Қорытындылау. Пікір. Бірінші есепте балалардың түс бағдарлардың түсі алуан түрлі. Қызғылт, сары, қызыл және көк. Балалардың айтқан барлық пікірлері жалған болса, кімде қандай түс бағдар екенін анықта дейік. Бірінші көк түс бағдар, екінші қызыл түс бағдар, үшінші қызғылт, сары түс бағдар. Екінші есепте тапсырманы орында. Суреттегі барлық фигуралар тіктөртбұрыш. Қалай ойлайсың? Бұл сөзді айтқан кім? Шыншыл ма әлде өтірікші ме? Эйлер дөңгелегін дәптеріңе сал. Эйлер дөңгелегіне нысандар жиынын белгіле. Ішінде шаршы, тіктөртбұрыштар, төртбұрыштар бар. Эйлер дөңгелектері неліктен бұлай орналасқанын түсіндір. Бірінші суреттегі барлық фигуралар тіктөртбұрыш деген сөзді өтірікші айтты. Себебі бұл фигуралардың бары тіктөртбұрыш болып табылады. Кез келген тіктөртбұрыш, төртбұрыш, тіктөртбұрыш пен шаршы бола алмайды. Үшінші көшіріп жаз, жалған Ж және ақиқат А пікірлерді анықта. Түс бағдар, жол сілтеуші, ақиқат. 10 саны 3-ке қалдықсыз бөлінеді, жалған. Құмырсқа илеуі ағаштың оңтүстік жағында орналасады, ақиқат. Төртінші, ағаштың солтүстік жағында мүккі, ақиқат. Бесінші, бізде қазір математика сабағы емес, жалған. Алтыншы, сендер 4-ші сынып оқушыларысыңдар, ақиқат. 7. Арқа қоржын туристік сөмкесі, ақиқат. 8. Күн батыстан шығады, жалған. 4-ші есеп. Сурет және мәтін бойынша ақиқат және жалған пікірлер құрастыр. Жұлдыздар бойынша бағдарлау. Темірқазық жұлдызы үнемі солтүстіктен көрінеді. Ақиқат. Темірқазықтың жұлдызына қарап тұратын болсаң, алдыңғы жағың солтүстік болады, ақиқат. Үшінші, 7 қарақшының 5 жұлдызы бар, жалған. Төртінші, 7 қарақшының шеткі 2 жұлдызы бойынша темірқазық жұлдызын таба алмайсың, жалған. Бесінші, сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Бір ауылдан бір уақытта бір бағытта жеңіл машина мен автобус жолға шықты. Автобустың жылдамдығы 70 км сағатына, жеңіл машинанікі 100 км сағатына. Қанша сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 90 км болады. В қашықтау жылдамдығын табу үшін В2 мен В1-ті азайтамыз. Яғни 100 бен 70-ті азайтамыз 30 км сағатына. Т тең S бөлу В қашықтық жылдамдығы. 90 мен 30-ның бөлінісі 3 сағат. Жауабы 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 90 км болады. Алтыншы, әріптердің қандай мәнінде теңдік дұрыс болады? Z қосу Z тең Z, Z тең 0 болғанда, S көбейту S тең S, S тең 0, 1 болғанда, Т көбейту 0, 0, Т кез келген сан болғанда, 1235 көбейту S тең S, S тең 0 болғанда, 728 көбейту К тең К, К 0 болғанда, 987 мен 1540 бөлу F тең 987 мың 540 F тең 1 болғанда, N көбейту 458 тең 458 көбейту N, N кез келген сан. 123456 көбейту M тең 0, M 0 болғанда, 2 көбейту V тең V қосу 4586, V тең 4586 болғанда. Төртінші, 4 папкада белгілі бір жердің планы жатыр. Олар облыс, қала, аудан және ауыл. Папкалардың сыртындағы жазбалар дұрыс. Олардың әрқайсында қандай план жатыр? Біріншіде қалада емес, ауданда емес, екінші аудан емес,
Үшінші, қалада емес, ауылда емес. Төртінші, қалада емес, ауылда емес, қалада емес, облыста емес. Бірінші, қалада емес, ауданда емес болса, жауабы ауыл болады. Аудан емес болса, екінші қала болады. Үшінші, қалада емес, ауылда емес болса, облыс болады. Ауыл, төртіншісі аудан, яғни онда ауыл, қала, облыс емес деп тұр. Сегізінші есеп. В фигурасы туралы дұрыс пікірді таңда және оларды жаз. В фигурасы дөңгелек емес, мына жерде фигуралар берілген. В фигурасы тік төртбұрыш. В фигурасы шаршы. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше. Достар, біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңдар. Подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басып, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.